Assalamualaikum құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы таң. Бүгін тауық қораларымызды қарайын деп тауықтарымызды шығардық. Вақыттан келдік жұмыстан. Тауық қораның іші асып кеткен екен. Іші дейтін шашылып отыр. Мінекей іші деген күй жоқ болып отыр екен. Шашылып бәрі. Қараңыздар. Барлығы шашылып жатыр. Ең бірінші осы қораның ішін жинаймыз. Алла бұйыртса бүгін қораның ішін жинап бастаймыз. Жемдері бар. Тауықтар осы бір апта болды дейді. Жұмыртқа туғаны азайтқан. Қазір жұмыртқа біреу-екеу туады дейді. Нәтижесінде ада қарайтын боламыз бұйырса. Бүгіннен бастап дұрыстап тамақтану әдісін бірінші қалыпқа келтіреміз. Содан кейін жайлап жұмыртқа туатын болады бар. Адылердің бәрін шығарып жүрдім. Үй тауықтары. Іші бәрі шашылып отыр, қарасаңыздар. Көрініп тұр, міне іші бәрі. Осының барлығын жинап, қазір уборка жасаймыз бүгін тауық қораға. Сосын мен жағын бітейтін шығармыз. Мен жағын бітеп, жайлап. Енді қол тегесі мен жағын бітеп дейміз, сонда ақ болады кішкене бұларға да. Осы видео әзірге уборка жасап болғаннан кейін тағы да видеоға түсіретін боламыз. Сіздерге көрсететін боламыз, Алла бұйыртса. Мінекей достар, қораның ішін бәрін тазаладық, сықитып. Енді азын çoğun қалды, мана шөп тастадым мыналардың іштеріне. Шөптерде шамалы, ұнаған жоқ. Алдыңғы қойлардан қалған қатық болған ғой кілем бәрі. Қап-қатынағанымыз. Таза шөп тауып алу керек, соны әкеліп салу керек. Мінекей су бәрін құйдық. Қораның ішін азып атқан қораның ішін тазалап кішкене осы да. Жаңа келтіріп қойдық. Енді бұйыртса тауықтар асып кеткен. Действительно асып кеткен. Жем дұрыс болмады ма екен? Білмеймін. Соның бәрін қараймыз бұйыртса. Тауықтар асып кеткен. Енді Алла амандығын берсе бірінші жерде дұрыс жемдерін береміз. Уақытында бірінші жем береміз. Дұрыстап тұрып атиды. Содан кейін барып Алла осы көреміз. Бұл енді тауықтар қырқылдап жүр, жұмыртқа туғылары келіп. Бірақ нәтиже жоқ. Соның бәрін қалпына келтіру керек. Ар жақта шөп барлығы өсіп кеткен. Кәдімгідей. Бұраға да шөп салдым. Шөп шамалы, бірақ енді уақытша салып қойдым. Әтеш жұмысын жасап тұр, айқайлап тұр. Әтеш жас әлі, балапан әтеш. Бір жылға толмаған әтешке ұқсайды. Әтеш деген. Әлі жас. Осы қораның ішімен тазалап суларын бердік. Жемін таңертең бердік, ертерек. Енді үй тауықтары неге тумай жатыр деп ойлап отырмын өзімде. Бұл енді қызғанғаннан бір-бірін қызғанып отқан шығар. Енді тауықтар келіп жатыр, араларына тағы да қосылып жатыр. Үйдегілердің айтуы бойынша өткенде тауға келіп қостым. Содан кейін тауықтар жұмыртқа туғаны азайтқан. Бір-бірінен қызғанады тауықтар. Сол себепті мына жерге тағы да бір үйшік жасайым. Кешкісін қазір бізде күн ысып жатыр уже. Кешкісін бір үйшік жасайым. Енді жасағанда манағыдай қараңғылау қылып, кішкене жан-жағын бітеп үйшік жасайым. Мүмкін содан туатын шығар. Мына адылерлерге де сөйтетін шығармын. Бұларға да бір-бірін қызғанып отқанша өткенде баста 4 тауық болды. Содан 5 тауық қосылды, содан кейін тағы қосылды, тағы үст-үстіне қосылып кетті тауық. Содан кейін уже бұлар да енді бір-бірін жатырқап, жұмыртқа тумай қалды. Әзірге осы видео. Келесі күні видеоға көріскенше сау болыңыздар.